Ассалаумағалейкум құрметті футбол жанкүйерлері. Ди Мария Аргентина құрамасындағы мансабын қашан аяқтайтынын айтты. Джамал Мусиала Бавариядан кетуі мүмкін. Палестинаға қолдау білдіргісі келген футболшыларға қысым жасалуда. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Жаңадан тіркелгендерге, сондай-ақ бұрыннан бергі жазылушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ тілді футбол арнасына көмек көрсету мақсатында арнамызға жазылды және бейнероликке лайк басуларыңызды сұраймыз. Қоңырау түймешесін қосып қоюды да ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы Келвин Филлипс алдағы қысқы трансфері терезеде басқа командаға ауысуы мүмкін. Билд баспасының тілшісі Кристиан Фальктың ақпараты бойынша футболшыға Бавария клубы белсенді түрде қызығушылық танытуда. Және олар ағылшында ойыншыны өз саптарына қосып алуды өздерінің алдағы қысқы трансфері терезеге деген басты мақсаттарының бірі ретінде қарастыруда. Ағылшында жартылай қорғаушы ойындарға көп қатыса бермейтіні себептен өзінің қазіргі командадағы жағдайына көңілі толмауда. Ситилік ұжым болса футболшыны алдағы трансфері терезеде жалға жіберуге келісулері ықтимал. Алдыңғы маусымда Келвин Филлипс бар болғаны 21 матчтың қатысушысы болған. Манчестер Юнайтедтің 3 футболшысы жарақаттарынан айығып, команданың қатарына қайтып оралды. Рафаэль Варан, Серхио Регилон, сондай-ақ Софьян Амрабат. Міне осы аталған ойыншылар Манкунияда команданың жалпы жаттығуларына қатысып кіріскен екен. Және бұл Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері үшін өте жақсы жаңалық. Жарақат алған футболшылар саны көп болғаны себептен қызыл сойқандығы ұжым маусымды нашар көрсеткіштермен бастады. Айта кетсек, олар 11 матчта баққандай 6 рет жеңілген болатын. АПЛ-дың қазіргі турнирлік кестесінде манчестерліктер 12 ұпайды еншілеген күйде 10-шы орында келеді. Бенфиканың жартылай қорғаушысы Анхель Ди Мария Аргентина құрамасындағы мансабын қашан аяқтайтындығын жеткізді. 2024 жылғы Америка кубогы турнирінен кейін бәрі аяқталады. Бұл менің ұлттық құрамадағы қатысқан ең соңғы турнирім болмақ. Бенфика маған ұлттық құрамам үшін ойнауды жалғастыра беруіме мүмкіндік сыйлады, және мен осыны қатты қалаған едім, деп жеткізген екен аргентиналық футболшы. Айтып өтсек, Ди Мария Аргентинаның сапында 2008 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Содан бері құрамада 134 матчқа қатысқан ойыншы 29 голды соғып, және 29 голдық пас жасап көзге түскен. 35 жастағы Ди Марияның португалдық клубпен келісім мерзімі 2024 жылдың жазына дейін негізделген. Трансфермаркт порталы Италия А сериясының ең қымбат футболшыларының рейтинг тізімін жариялады. Наполидің шабуылшысы Виктор Осимхен бірінші орында және оның құны 120 миллион еуроға бағалануда. Екінші орында 100 миллион еуроға бағаланған Лотаро Мартинес орналасқан болса, ал үшінші орынға Миланның шабуылшысы Рафаэль Лиау жайғасқан. Оның құны 90 миллион еуроны құрайды. Грузиндік жартылай қорғаушы Хвича Кварацхелияға келер болсақ, ол 4-ші орында. Сонымен Италия чемпионатындағы ең қымбат тобон футболшылардың тізімі назарларыңызда көрсетілгендей осындай. Дортмундтық Боруссияның шабуылшысы Себастьян Аллер өткен маусымдағы Бундеслига чемпионатындағы болған үлкен сәтсіздік командаға қатты негативті әсер еткендігін айтты. Біз үшін бұл өте ауыртпалы тәжірибе болып қалды және оны жайдан-жай ұмыту мүмкін емес. Командадағы әр ойыншы сол титул үшін жүргендер. Футбол біз үшін жай ғана жұмыс емес, ол біздің өміріміз. Чемпиондықтан айырылып қалғанымыз мен үшін маған қойылған қатерлі ісік диагнозынан да ауыр тиді. Егер де сен ауырар болсаң, онымен ештеңе де жасай алмайсың. Сол чемпиондық өз қолымызда болып еді ғой. Өзіміз-ақ барлығын шешуімізге болар еді, деп еске алады Себастьян Аллер. Айта кетсек, Дортмундтық Боруссия алдыңғы маусымда соны 2012 жылдан бері алғаш рет Бундеслиганы жеңіп алуға өте жақын болған еді. Дегенмен соңғы шешуші турда олар Майнцпен тең ойнап, керемет мүмкіндіктен айырылып қалған болатын. Наполидің шабуылшысы Виктор Осимхен алған жарақатына байланысты команданың қатарынан шет қалды. Италиядағы ұжымның ресми сайтында хабарланғандай футболшыда диасты сіңірінің зақымданғандығы анықталған.
Бұл жарақатты ойыншы өткендегі Нигерия мен Сауд Арабиясы құрамалары арасындағы болған жолдастық кездесуде алған болатын. Медициналық тексерістерден кейін жарақатының ауыр екендігі мәлім болған. Және мәліметтер бойынша емделіп қалпына келу мерзімі шамамен 6 апта уақытта құрайтын болады. 24 жастағы Виктор Осимхен Наполи сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Бұл маусымда 10 ойынға қатысқан шабуылшы 6 голды соғып, және бір нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Аль-Хилальдан шабуылшысы Неймар Бразилия құрамасының сапында ауыр жарақат алды. Бұл жөнінде саудиялық ұжымның ресми сайтында мәлімденді. Футболшыда тізенің алдыңғы крест тәрізді байламының зақымдануы анықталған. Осыған байланысты футболшыға ота жасалынып, емделіп қалпына келуі үшін кем дегенде 6 ай уақыт кететін болады. Бұл өте қайғылы жағдай, және менің өмірімдегі ең қиын сәттердің бірі. Мен мықты екенімді білемін. Дегенмен қазір маған шынымен де отбасы мен достарымның тарапынан қолдау қажет. Жарақат алып, операциядан өту оңай емес. Ойланып көріңіздерші, сіз ұзақ уақыт бойы емделесіз, және небәрі 4 ай өте салысымен барлығы қайтадан басталады. Мен өз сенімімді сақтаймын. Қолдауларыңыз бен жақсы сөздеріңіз үшін сіздерге рахмет, деп жазып қалдырған екен Неймар әлеуметтік желіде. Осы маусымда барлық турнирлерде 5 матчқа қатысқан шабуылшы 1 гол және 3 нәтижелі пасты еншілеген. Баварияның жартылай қорғаушысы Джамал Мусиала командамен жаңадан келісім шартын ұзартуға асығатын емес. Бұл жайында Sport Bild баспасы хабарлауда. Жас немістік ойыншы өзінің Мюнхендік команданың сапындағы алдағы болашағы қалай болатынына күмәнмен қарауда. Өз кезегінде Бавария клубындағылар біраз уақыттан бері ойыншымен жаңа келісім шартқа отыру бойынша ортақ мәмілеге келе алмауда. Тіпті өткен сәуір айында ойыншының агенті клуб басшыларымен жолығып келіссөздер жүргізгендей екен. Дегенмен жүргізілген келіссөздерде нәтиже болмаған. 20 жастағы ойыншыға біршама топ клубтар қызығып, жағдайды мұқият бақылап аңдып отырғандары жасырын емес. Соның қатарында Мадридтік Реалда бар. Ағымдағы маусымда 8 матч өткізген Джамал Мусиала 1 голды соғып, және 2 голдық пас жасап ерекшеленген. Египеттік жұлдызды футболшы Мохамед Салах Палестина мен Израиль елдеріндегі болып жатқан жағдайға байланысты пікір білдірді. Осындай қиын шақта сөз айту өте қиын. Жантүршігерлік қатыгездік пен қаншама зорлық-зомбылық болып жатыр. Соңғы аптадағы ушығудың байқалуы сұмдық жағдай. Әрбір өмір өте маңызды, әрі қорғалуға тиіс. Бұл сұмдықтар тоқтатылуы тиіс. Қаншама отбасылар қырылуда. Газадағыларға дереу түрде гуманитарлық көмек керек. Ол жақтағы адамдар сұмдық жағдайда, әсіресе ауруханадағы орын алған өткендегі жағдай сұмдық болды. Газадағы халыққа азық-түлік, су және медициналық тұрғысынан барлығы жағынан көмек қажет. Әлемдік басшыларды жазықсыз жандардың қырылуын тоқтатуға шақырамын, адамгершіліктің болуы тиіс, деп жеткізген екен Мохамед Салах әлеуметтік желіде. Египеттік ойыншының Instagram желісіндегі бұл жазбасы 54 миллионнан астам қаралым жинаған. Салахтан өзге Карим Бензема, сондай-ақ Нуссайр Мазрауи сынды футболшылар да палестиналықтарға қолдау білдірген болатын. Дегенмен өкінішке орай бұл ойыншыларға қысым жасалып, оларға террористік ұйымға қатысы барлар делінген жалған айыптар тағылуда. Жазықсыз азапталған мұсылман бауырларымыз үшін дұғада болайық.